Ақ баслы арал теңізін жағалап қонысталған Қарақалпақ халқын жаратылыс 3 ай қабағы, 3 ай шабағы менен абат етсе, Күнқожа, Әжінияз, Бердақ сияқты сөз зергерлерін дүнияға келтіріп, рухи дүниясын байытты. Біреу ойлар жауһарға көзінде, біреу ойлар қыматқа көзінде, өзін қоян санайтын адам жоқ, артынан жатыр фазилеттің ішінде. Осындай ажайып талант иелерінің бірі, озық ойлы, әруағы лепіріп тұрған суырып салмай шайыр Тілеуберген Жұмамұратов та бұнdan 100 жыл бұрын осы теңіз жағалауында дүнияға келген еді. Теңіздің кермек суына шомылып, балалықтан қайнап піскен шайырдың ең шоқ мінезді жастық жыллары теңіз бойында өтті. Ол арал менен тағдирлес болып өсті. Сондықтан да өз заманластары арасында да, әттегі бүгінгі күнде де арал хақында ең көп һәм ең тәсірлі, мазмұнлы қосқылар дөреткен шайыр болып тарихта қалды. Оның үйіндегі жұмыс столы өзі бар кезіндегідей кітаптарға толып тұрады. Ол ешқашан жиналмайды да. Шайырдың қалемінен дөреген қосқыларын, поэмаларын қамтыған бірнеше атамадағы кітаплары бүгінгі күнде де қайта басып шығарылып жатыр. Тілеуберген Жұмамұратов шайыр болу менен бірге жақсы аудармашы да болды. Әсіресе Омар Хайямды Қарақалпақ тіліне өз ана тіліндегідей етіп аударды. Шайырдың бірнеше кітаплары да көптеген туысқан халықтар тіліне аударылды. Тілеуберген Жұмамұратов тек талантлы шайыр ғана емес, досқа мейірман, үлкенге де, кішіге де бірдей ажайып инсан болды. Әсіресе оның әдеби орталықтағы достары жүда көп еді. Өзбек шайырлары Ғафур Ғулам, Айбек, Міртемір, қазақ жазушы шайырларынан Сәбит Мұқанов, Сырбай Мәуленов, Кенен Әзербаевлар менен әзілі жарасқан, бір-бірі менен шайырлық тілде сөйлесетуін, бір-біріне туысқандай қадірдан болды. Шайыр халқы екі өмір сүреді деген даналық бар халқымызда. Тілеуберген Жұмамұратовтың арамыздан кеткеніне шерек асыр болса да, оның өлмес мираслары бүгінгі күнде де келешек әулет тәрбиесіне қызмет етіп жатыр. Ол да маған жақпады. Кеуілім суып ажырастым. Ұнаттым бір сұлуды тақта көпір жақтағы. Уәде бердім жолдас етіп алуға. Тағы қыздым төрткүлші бір сұлуға. Қоңыратлы қызбенам таныстым. Үшеуі де қайыл жолдас болуға. Сөйтіп маған кеуіллері бұрылды. Білмес олар бөлек-бөлек сырымды. Ешкі мәйек туыпты, итті қоян қуыпты. Құс атыпты бір мерген, мылтық етіп уықты. Түйе шалбар киіпті, теңізге от дейіпті. Сөндірмек болып Сайманбет отқа бензин құйыпты. Жаңлатып нөкіс аралды, былтыр бір қаптар алды. Сексеуілдің жыланы бір шопырға оралды. Жылан сонша желікті, тауып жақсы көлікті, машинаға ілесіп нөкіске де келіпті.
Япырмай бала, мына Тілеубергеннің ағып тұрған дария ғой деп жоғары бақалаған еді көрнекті қазақ жазушысы Сәбит Мұқанов, оның менен бір ұшырасқанда. Бұндай пікірлер өзі бар уақытында, һәм өзінен кейін жазылған әдеби іліми мақалаларда да ізбе жазылып айтылып жатыр. Оның шығармаларын талқылау һәм қосыларына бақа беру тек қарақалпақ әдебиятшылары менен шекленіп қалмай, туысқан халықтар әдебиятшылары арасында да давам етіп жатыр. Atты қанша қадірлеген қарекен, ана бір жылқының ақ көз іреңі, түрлі жайсаңлар бар екен, әмін Нұрлыбайдың бала күреңі. Бірі бие біреулері тайшығар, еп қарадың жануарлар көркіде, анау бірі нағыз ғана байшылар, өткіледі жібергенде еркіне. Ақ басылы ер қос сенеген тағынып, нәртігі пірі отырғанда үстінде, ескен жерде кетереді ағылып, айлық жолды асып өтіп үшкінде. Таулар ұзақласқан сайын биік көрінеді дегендей, ұлы адамдар арадан кеткенде, халық оны жыл өткен сайын сағына бастайды. Бердіқ атындағы әдебиет музейі ұсыны есапқа алып, Тілеуберген Жұмамұратов һәм оның дөретушілігі хақында бір бөлім арнаған. Онда шайырдың суретлері менен бірге har xil жылларда баспадан шыққан кітаплары сақланады. Бұл жерде әдебиетқа қызығушы талабалар әдеби кешелер өткеріп тұрады. Оның ең ірі шығармаларының бірі Макария сұлу романы еді. Шайырлар тәжірибесінде болмаған қосық пенен роман дөрету бір ғана Тілеуберген Жұмамұратовқа тән болып қалды. Һәм оның дөреткен Макария сұлу романы Қарақалпақ әдебиятында қосық пенен дөреген бірінші роман болып есептеледі. Бұл жұртқа енді қайтып келемен бе? Шер алыс, душарласпай өлемен бе? Әр кімге ең сүйгілі біреу екен, дүнияға адам болып дөреген. Жасымнан палапандай қанат қақтым, ер жетіп, сүйгілімді бұннан таптым. Егер де екі көңіл жараспаса, адамға керегіне дәулет бақтың. Шайырдың 100 жылдық мерекесі бүткіл республика бойлап байрамланбақта. Әдебиятшылар, шайырлар халық арасында болып, ұлы ұстаз хақында еске түсірулер менен ортақласты. Һәм шайырдың қосыларына сахналық көріністерді өретіп, көпшіліктің нәзіріне ұсынылмақта. Шайыр поэзиясы әдебиятшы ілімпаздарымыздың зерттеу объекті болып келмекте. Алтынды қанша ыссақ сонша жарқырағандай, шайыр шығармалары зерттелген сайын оның түрлі қырлары ашыла береді. Шайырдың ақылығы гүлайым, суретшілік кәсібін таңлады. Оның дөреткен шығармаларының басым көпшілігі шайыр атасының образлары құрайды.
Mekteplerde оның бюсті қойылған. Шайырдың өлмес мирасынан нәр алған жеткіншектер оған гүлдер қойып, шексіз құрмет көрсетеді. Шайырға арнап шөлкеңестірілген суретшілердің көргізмесі шайырды қайта тірілткендей, ұзақ һәм жақын өтмішті еске салады. Көргізбеде бірнеше қылқалем ұсталарының дөреткен портретлері көпшіліктің диққатын өзіне тартты. Kız perzentin kuançlı toyğanan, kız perzentin barıp güler bayqalan, yaşlı perzent ömrünün kuatı kalkayğanda yasasadı kaytadan. Өзбекстан қаһарманы, халық шайыры Ибраим Юсупов бір қосығында әжел Наймыт ол да жақсының таңлар деп жазған еді. Егер Тілеуберген Жұмамұратов бүгін арамызда тірі болғанда, өзінің балалары, қызлары, ақлық шауқларының бір ауыл болғанын көзіменен көріп, 100 жылдық юбилейін олардың арасында бірге тойлаған болар еді. Кім біледі, бүгін атасының қосыларын ятқа оқып тұрған мына шауқларынан ертең өзіндей, бәлкі өзінен де алық шайыр жазушылар шығып қалар. Сол уақытта ұстаз шайырымыз өзінің 3-ші өмірін жасай бастайды.